Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен жаңа жылдық көңіл-күй сыйлайтын оливье салатын дайындайтын боламыз. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қажетті ингредиенттер видеоның астында жазылған. Ең алдымен сәбізді, картошкамыз, жұмыртқамызды суға қайнатып пісіріп аламыз. Осы жерде мен сіздерге бір секретпен бөлісейін. Картошкаларыңыз дәмді болу үшін және де кішкене езіліп кетпес үшін оны суға пакетке салып, аузын байлап пісірсеңіздер, осындай бүтін әдемі болып піседі. Енді бұл жерде барлығына түсінікті деп ойлаймын. Барлық заттарды көбіктеп турап шығамыз. Ең бірінші осылай сәбізімізді, одан соң картошкамызды тураймыз. Осылай турап, келесі соленый огурцымызды тураймыз. Және де бұл жерде свежий огурцты да қоссаңыздар болады. Енді әркімнің өзінің қалауына байланысты. Бұл жерде бір қатып қалған ингредиенттерде ешқандай не жоқ, ерекшелік жоқ. Барлығын осылай көбіктеп турап шығамыз. Жұмыртқамызды тураймыз. Не дайын болды. Үстіне горохымызды салып, тұз салып, жақсап араластырамыз. Осы жерде кейбір адамдар қара бұрыш қосады. Бірақ мен қосқан жоқпын. Ол егер жақсы көретін болсаңыздар, қоссаңыздар болады. Майонез қосып, осылай араластырамыз. Міне дайын болды. Кез келген затпен әдемелеп, өздеріңіздің қалауларыңызша, фантазияларыңызға байланысты сәндесеңіздер де болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер.